Бүгінгі студиямызда ерекше қонақ. 20 жыл уақыттың ішінде талай жандардың жүрегінен орын таба білген, педагогикалық өнер мен педагогикалық шеберліктің шыңына жете білген ірі тұлғалы ұстаз. Студиямызда қонақта қалалық білім бөлімінің басшысы Ақжарқын Нүтеғұлақызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы күн, Ақжарқын Нүтеғұлақызы. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сізден де осы ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де биыл осы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы мектебімізге 20 жыл толып отыр. Мерейлі жылыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы енді сізді көрмегелі көп болды. Бір қауышқанымызға қуанып отырмыз шыны керек. Енді жалпы сұхбатымызға көшсек, жалпы біз сізді көшбасшы Ақжарқын Нүтеғұлақызы ретінде ұстаздардың ұстазы, дамыған, яғни өзінің маманның білікті иегері ретінде танимыз. Енді жалпы осы дәрежеге жетіп отыруымыз қазіргі таңда оны барлығы әйгілі білеміз. Бірақ осы біздің білгіміз келіп отқан сұрақ, бала кездегі оқушы Ақжарқын қандай болды, сол туралы айтып берсеңіз бізге. Жақсы. Рахмет, бәріңіз уақыттарыңызды тауып, мынандай үлкен бір кездесуге шақырып жатқаныңызға. Әрине, жағдай жақсы болған жағдайда ұжыммен бірге отырып, пікірлесіп, көздерін көріп, сөйлескенге жететін нәрсе жоқ. Бірақ қазір еліміздегі жағдайға байланысты осындай алыстан онлайн режимде, жаңа телевидение арқылы сөйлесуге болып отыр. Сондықтан енді әрине мектебіміздің 20 жылдағы қарсаңында осыдан 10 жыл бұрын жақсы етіп тойлап еді, келді дүркіретіп, енді осындай жаңа бір бастама басталасы екен. Әлеуметтік желіден көріп қуанып отырамын. Сол бастама аясында енді алғашқы сұрағыңызда тосын сұрақ. Енді бала кездегі Ақжарқын енді өз-өзіне сенімді, ойын ашық айтатын, үлкен болашағынан үлкен өзі сенетін болашағына, жаңағы үлкен армандары бар, үлкен жетістіктерге жетем осындай деп бір алдына мақсат қойған, өр, тентек мінезді, барлық саладан барлығына үйренсем деп, білсем деп, сабақта оқыдық, допта ойнадық, гитарада да ойнадық. Яғни сол сәттердегі заман талабына сай өмірдің барлық беріп отқан қызығын, дағдыларды қабылдап алсам деген бір жаңашылдыққа әуес жүрген бір ауылдың сары қызы болды деп айтуға болады. Керемет. Демек, кішкентай кезіңізден осындай бір алғыр өжет мінезіңіздің арқасында, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, спортқа да бейім болдым, сабаққа да жақсы болдым, әр нәрседен бір өзіндік орын іздеп, бір нәрсеге жетсем деген талабыңыз болған, оқушы болған екенсіз. Ал жалпы осы ұстаздық жолға келудегі қалай келдіңіз жалпы ұстаздық жолға? Сол кезде арманыңыз қандай болды сіздің, қандай мамандық иесі болғыңыз келді негізінде? Мен енді өзім жалпы ұстаздар отбасынан дүниеге келгем. Әкем көп жыл мектеп басқарды, ана математика пәнінің мұғалімі болып. Сондықтан бала кезімізден ата-анамыздың осы халық үшін, ел үшін істеп жатқан жұмыстарына куә болдық. Стол басына отырғанда үйдің балдарынан гөрі халықтың балдарын көп айтатын еді. Солардың бір проблемасын айтып, соларды шешу жолдарына әрбір бір балаға бір әсерін, бүгін мынандай баламен былай сөйлестім деп, яғни соны көріп өскенде біздер өзімізге бір бойымызға қағида қалыптастырдық. Яғни адам баласының бір өмір сүріп жүрген жерге ең бір басты мақсаты тек қана өзінің тума туысқандары емес, жалпы айналадағы адамдарға жақсылық жасау керек деп. Енді мен ойлаймын, осы барлық мамандықтардың іштеріндегі осы ұстаздық мамандық жалпы Алла тағаланың ісі сияқты адамдарға тек жақсылық жасау, жақсылық ойлау, жақсы тәрбие беру, жақсы ұсыныс айту, жақсы тілек айту, яғни бір жақсы сөздерінен тұрады. Сондықтан да енді ұстаздар отбасынан болғандықтан да сол адамдардың өмір тәжірибесін, елден алған сыйлығын, елге жасап жатқан жақсылығын көре отыра біздер әрине сондай болсақ деген бір ой ниет болды. Сондықтан анам сияқты математика пәнін таңдадым, жоғары оқу орнында қызыл дипломмен аяқтадым. Яғни бұл жаңағы ұстаз болу жүректің батырлығы дейді, сол өзімнің бір жүрегіммен таңдаған мамандығым деп айтуыма болады. Керемет. Демек, анаңыздың жолын қуып математиканы таңдап, әкеңізді ренжітпей директор болған екенсіз. Иә, олай да айтуға болады. Керемет.
жалпы енді Ажаптулла қызы біздің Ұлықтаймыз студиясында көптеген ірі тұлғалы ұстаздарымыз, 20 жыл қызмет атқарған ұстаздарымыз студиямызда қонақта болған болатын. Соның бірі осы жалпы мектептің ашылғанда қабырғасын қаласып, ең бірінші негізін салған Сәрсенбай Меңжанұлы да сол студияға келіп қонақ болып кеткен болатын. Сол кісіге сұхбат барысында бір сұрақ қойған болатын едім. Сол сұрақ қойған кезде ол кісінің арманыңыз орындалмай қалған арманыңыз бар ма деген сұрақ болатын. Сол кезде ол кісі былай деп жауап берді. Менің жете алмай қалған мақсатымды Ажат Нутилағызы менің орнымды басқаннан кейін мектепті жоғары дәрежеге жеткізіп, барлық мектептердің алды қылдырып, керемет жетістіктерге жетіп, менің жете алмаған мақсатымды сол кісі жеткізді, сіздің жұмысыңызды бағалап кеткен болатын. Енді жалпы сізге сол барысында бір сұрақ болсын. Жалпы осы мектепті осындай жетістікке жеткізу үшін жаңадан келіп, сіз басшы болып келгенде, осындай жетістікке жеткізу қолыңыздан қалай келіп, бұл сіздің сол мектепке келген жұмысқа кірген сәтіңізде мақсатыңыз болды ма, жоқ әлде жүре бала бұл сізге жаңағыдай бір қойылған мақсаттар, талаптарыңыздың бірі болды ма? Сол жайында айтып берсеңіз. Өте жақсы. Енді 2000 жылы біз мектеп ашылғанда Сәрсенбай Меңжанұлы алғашқы мектеп басшымыз. Енді мен директордың оқушы орынбасары болдым. Тәжірибеміз аз. Енді сол кезде әрине осы мектептің қабырғасына жұмыс жасағанда Сәрсенбай Меңжановичтан біз көп нәрсе үйрендім деп айтуға болады. Ол кісінің ең бірінші білімділігі, адамгершілігі, жұмысты ұйымдастыра білуі, іскерлігі, ең бірінші қағидаты және жанашыр жұмыс жасауы, осы болсын деп тұруы. Бұл тек мектепке келіп кетіп қана емес, ол мектепке келгенде әрбір күнінде жаңалық нәрсе істеп, жақсы нәрселер істеп, көп нәрсені өзгертті. Көбіне кабинетке кіргенде үндемей отырып ойланып отыратын еді. Сонда ойлайтын, не ойланып отырады екен деп, сонда әрбір сәтінде ол кісінің тіпті мектептегі жасаған безендіру жұмыстарына дейін, мектептің ішіндегі әдістемелік жұмыстарға дейін барлығына өзі тікелей араласып, өзі көп нәрсені үйретті маған. Сонда өзімді таңғалатын едім, сол кісі Сәрсенбай Меңжанұлының бәрін қайдан біледі екен деп, ол әдістемелікті, ол қаржы жағынан болса да, безендіру, тазалыққа деген, тәртіпке деген талабы өте жоғары болды. Енді сол кісі енді басқа жұмысқа ауысамын деп енді өзі ұсыныс білдіргенде, ең бірінші менің бойымда қорқыныш болды. Осы Сәрсенбай Меңжановичтің деңгейіндей басқару менің қолымнан келе ме деп, ол кісінің мектепке кіргеннің өзі бір бөлек төбе. Сондықтан сол жұмысты ары қарай алып кете алар ма деген сияқты қорқыныш болды. Сізді шақырып алып айтты ма, осылай басшы боласың, не кетіп тұратындар, сол жерге қалай болды? Сол кабинетте шақырып алып, енді әңгімелер шығады ғой, өзім сияқты кетейін деп жатыр деймін, бірақ енді өзінің аузынан естімеген сияқты болып жүрдім. Сосын кабинетте шақырып алып айтты, Ажат Нутилағызы, осылай мен басқа бір жаңа жоғары жұмысқа кетіп бара жатырмын деп, осы мектепті сізге сеніп тапсырамын дегенде, енді ең бірінші эмоцияға беріліп, көзімнен жас шықты, далада қалғандай болып. Сондай бір қорқыныш бойда, енді не істейміз, қалай болады деп, жаңағы үйден үлкен кісі келіп қалғанда сияқты сезімде болдым. Сосын екінші қорқыныш, енді Сәрсенбай Меңжанович мен емес, басқа бір ер азаматты қойыңызшы, мен осы оқу іс жөнінде орынбасар болып жұмыс істей беремін деп, сонда жаңағы жауапкершілікті мойныма алып бермедім екен, жастық екен, жаспыз ғой бізде. Сосын енді сол күннен бастап үлкен қорқыныш болды. Қорқыныш дегенде қалай болады, енді қалай басқарамын деген сияқты, ұжымды қалай басқарамын деген сияқты еді. Бірақ енді сол кездеген әрине ұжым мүшелерінің де бір өздерінің қарым-қатынастары, енді мектеп ашылғаннан бастап өзімнің істегенімде ықпал тиген болар. Ең бірінші әрине бәрімізде де намыс, қазақ мектебі жаңа типте бірінші мектеп болды. Себебі осыған дейін мектептердің барлығы да жаңағы бұрынғы балабақшалардың орындарында спортзалдар жоқ, сонда типте емес ғимараттарда орналасқан. Енді біздің мектебіміз осы тәуелсіздік алғандағы алғаш жаңа типте орналасқан, енді аралас мектеп болады деді, орыс мектебі болады деді. Содан қазақ мектебі дегенде көп адамдарда сондай пікір болды. Жаңа ауылдан кеткен қазақ балдары ертең, қарсы шыққан адамдар да болды. Ауылдан келген балдар ертең бүлдіреді мектепті, не болады деген сияқты. Сонда біз 10-11-ге 12-ге дейін түнге дейін жұмыс жасап жүргендегі барлығымызда іште жүрген намыс, осы қазақтың мектебі ұятқа қалдырмай, бәрі жаңағы жүйеге қойса екен деп, мұғалімдер де әртүрлі ортадан қабылданған, оқушылар да жан-жағынан қабылданған әртүрлі тәртіпсіздіктер, ол бір күнде болған нәрсе емес әрине. Әртүрлі тәртіпсіздіктер, әртүрлі қиындықтар, оқушылардың саны көп, 3 ауысымға дейін оқығанда кездеріміз болды. Бірақ енді сол кездегі өзіміздің ұстанымыз еді. Әрбір адамның сол мектепке жаны ашып,
бір жақсы мектеп болсын дегенге мектептің бәрін жұмылдыра білдік деп ойлаймыз. Сол арқылы бәрі маған қолдау көрсетті. Жақын жолаз сіз басқарсаңыз бәріміз былай істейміз деп. 2 есе жұмыс істеген, 3 есе жұмыс істеген бұлар. Сол барлығымыз сол намысқа беріліп, осы қазақ мектебі алдын қатарлы мектеп болса екен, ең бірінші сол жаңағы тәртіпті, тазалықты сақтаса екен деп, содан санды ұстаса екен деп, сосын өсе келе кішкене сапаға көштік. Сол жұмыстар арқылы ең біріншіден әрине бұл біздің ұжымның бір ерекше өзінің бір ұйымшылдығы, шығармашылығы, әрбір ұжымның әрбір мүшесінің осы мектеп болсын деп тұрған жан ашып жасаған жұмысының нәтижесінде біздер осындай жоғары нәтижеге келдік. Бұл жоғары нәтижеге жету ол бір күнде немесе жүре бара болатын нәрсе емес. Ол адам алдына дұрыс мақсат қою керек. Енді елмен қатар жүрейік десе, кіріп шығып сабағымызды беріп, солай жүретін едік. Біздер кәдімгі нақты сапаға жұмыс жасадық. Алдын қатарлы болуымыз керек деп алдымызға мақсат қойдық. Ең бірінші жаңағыдай тәртіппен өнер арқылы Айкөркем би ансамблі сол кездегі қолөнер ұйымдары арқылы балдарды құрылып, балдарды өнерге баулыдық. Сол арқылы білім сапасын бірден шығару мүмкін емес. Тәжірибе, мектепті басқару, өзін-өзі басқару, оқушыларды сол қадам-қадаммен әрбір қадамда сондай өзіміз алдымызға қол жетімді мақсаттар қойдық. Биыл мына осылай істеуіміз керекпіз. Биыл бір тәртіп бұзушылықты ретке қоюымыз керекпіз. Мектепті көбірек қамтуымыз керекпіз деген сияқты. Содан айналамызда көптеген гимназия лицейлер ашылды. 42-ші гимназия 41. Сол кезде екінші мақсат ойымда болды, ертең мектептегі жақсы оқитын оқушылар бәрі гимназия лицейге келсе, тағы сапамыз түсіп кетеді ғой деп. Ол үшін тағы да жақсы нәтиже керек. Сондықтан ұстаным болды кәдімгі. Енді олимпиада шығаруымыз керекпіз, ғылыми жоба шығаруымыз керекпіз. Нақты кім мұғалім шығара алады? Оны шығару үшін не істеуім керек деген ой күндіз-түні мазалады. Сол бағытта жұмыстандық. Ал былай енді ол бір осылай жүрсем бір жетістікке жетем деген ол мақсат орындалмайды. Мақсат нақты қол жетімді болу керек. Осыны мен биыл істесем, келесі жылы мен мынаған шығарамын. Ол үшін мынаған шығарамын деген сияқты етіп, әрбір мұғаліммен, әрбір ата-анамен, оқушымен жеке жұмыстану, өзіміздің басшылықты ұйымдастыра білу. Сол арқылы нақты мақсатпен ол 2000 жылы мен көз алдыма сол елестеттім. Гимназия ма, лицей ма бірдемеге жеткізуім керек деп. Оған ішінде маған көптеген ұсыныстар болды басқа жұмыстардан. Бірақ мен өз-өзіме айттым, сен сол жұмыста бір ретке қоймай, саған басқаға баруға болмайды, осы жұмыста дұрыс ретке қоюым керек деп, сол нақты мақсат қойдық, соған бәрін жұмылдырдық. Жалғыз өзім емес, тағы да айтамын, керемет біздің орынбасарлар, директордың орынбасарлары барлығы да бір-бір төбеден өзінің саласын жақсы меңгерді, оларға басқаруға мүмкіншілік берді. Адамдарға сендік, адамдар өзінің қателігі арқылы тәжірибе алу керек екенін түсіндім. Мен еш уақытта да басқарып жүргенде орынбасарларыма да сен былай істеген жоқпын, қалай істейсің дедім. Қалай істеймін деген сұраққа өзі адам жауап іздесе, жауабын тапса, ол содан өсім болады. Ал былай істе деген адам жұмсау арқылы ешкімді өсіре алмаймыз. Былай істе деген нәрсе, ол соны орындайды. Қалай істейміз десек, одан да көбірек өзіне жауапкершілік алады. Өзі қателеседі, өзінің қателігінен өзі сабақ алады, сол арқылы өсіп, орынбасарларының да әрқайсысының өз саласы бойынша жоғары дәрежеге жетуіне мен сол еңбегім бар деп ойлаймын, сол ұйымдастыру арқылы. Сондықтан да бұл кездейсоқ келген жетістік табыс емес, ол күндіз-түнгі істелген, жүйелі, көп жылғы қателік, қиналған, ойланған, бірге ақылдасқан, бір құлап, бір тұрып жеткен жетістік деп есептеймін. Жұмыла көтерген бірінші кезекте әрине ұжымның жұмыла көтерген арқасында деп есептеймін. Керемет. Жалпы мына осындай жұмыстар атқарып жатсыздар, жетістікке жетіп жатсыздар. Жалпы осы ретте бір керемет арабтың мақалы бар. Арыстан басқарған қой әскері, қой басқарған арыстан әскері жеңеді деген. Осындай арыстандай басшы болуға, осындай қоғамды жаңағыдай ұстаздарды өзіңіздің артыңыздан ілестіріп жүруге сіз шабытты қайдан аласыз? Кім сізге күш жігер береді осы жолда? Жалпы енді әрине өзімнің өмірлік ұстазым мен әкем. Енді ол өмір бойы айтатын еді, адам баласы өзінің Алланың алдында, өзінің алдына адал болу керек. Яғни біз
әрбір айтқан сөзіміз үшін, әрбір айтқан ісіміз үшін, істеген ісіміз үшін күнделікті жұмысқа барғанда ол мен біреуге көрінейін, мені көріп тұр ма, мені қарап тұр ма емес, мен өзім бүгін не істедім, бүгін не істеуім керек, қолынан не келеді деген сияқты адал болуға үйретті бәрімізді. Сөзге адал болу, іске адал болу деп. Сондықтан да көп нәрседе өзім ойлайтын едім, осы жағдай болса, әкем қалай баға берер еді, кейде бір қателесе жатсам, мынаны әкем естісе ренжитін болар. Әкеміздің адал жұмыс жасағанын көрдік қой. Сондай болуға тырыстық. Сол бізге күш берді. Солай болу керекпіз дедік. Солай істеп жұмыс жасадық енді. Сол әкемнің рухы, әкемнің өмірлік тәжірибесі маған әр кезде қатты қиналып жатқан кезде де сол кісімен бір сөйлескенде үлкен күш алып, әрі қарай шабыттап жүріп кететін. Мен әрине оның басқа да өмірлік жолда жұмыс барысында да ұстаздарымыз болды. Светлана Ильиничнадан көбірек біздер осы мектеп басқару бойынша үйрендік. Қасымыздағы әріптестеріміз, солар арқылы әрбір өмір жолындағы, жұмыс тәжірибе жолындағы кездескен адамдардан жақсы жағын алып, содан шабыттанып, өмірден алға қарай басу бір өмірлік бір өзім ұстаным болды. Жалпы Ажар Құттыбайқызы, сіз осы мектепте 20 жыл қызмет атқарған кезіңіздегі мектепті қалап, басынан бастап, өзіңіз оқушы жөніндегі орынбасар болып бастаған кезден бастап, осы мектептің сабақ жүйесі болсын, білім жүйесі болсын, бір жүйеге салу, жалпы осы мектепте атқарған 20 жыл қызметіңізде бір жүйеге, бір қалыпқа салып кеттіңіз. Сол жалпы осы 20 жылдықтың ішінде бір санап берерлік 20 қағидат, я болмаса бір дәстүрді айтсаңыз мектепте қалыптасқан. Енді жалпы енді көп жылғы басқарғанда әрине мектептің ұжымында белгілі бір дәстүрлер, қағидаттар қалыптасады. Ол ең бірінші қалыптастырған қағидатымыз бәріміздің бірлескен. Ол мектептің мәдениеті болар. Мектептің мәдениеті табалдырықтан аттағанда көрінеді дейді. Көптеген сыртынан қонақтар келгенде де, тексерушілер келгенде де, мектепке кіргенде айтады, ең бірінші осы мектепке кіргенде жылулық сезінеді. Бір сондай жағымды атмосфера деп. Бұл себебі мектептің мәдениеті, ол есік алдындағы аула соқпышудан бастап мектептің басшысына дейін сол мектепке болсын деген, мектепке жан ашитын, өз ісімді жақсы істеп осы мектепке қандай пайда келтірем деген бір мектеп мәдениеті қалыптасса, ол мектептің енді алар белесі көп болады. Сондықтан ең бір үлкен бір ұжымның жолға қойған нәрсесі ол әрине мектеп мәдениеті деп айтамын. Екінші, мектептің ішінде жұмыс істеуге деген жағымды орта қалыптасты деп есептеймін. Себебі қазір бізде енді одан кейін өзгеріп кетпесе, мен басқарғанымға деп айтайыншы. Мектепте бос жүрген кісі жоқ қой. Бәрі әрқайсысы кәдімгі істеймін, бұлайын, бүйтейін деп жатыр, сабақ өткізейін деп жатырмын, ашық тәрбие сабақ өткізейін деп жатырмын, мынаған алып жатырмын деп бос әңгіме соғып, сенің жағдайың қалай, кеше не алдың деген әңгіме жоқ. Әрбір отырыста да, коридорда да, жүрісте де тек жұмыс, проблемасы шешу жолдары бұл жағымды орта. Бұл яғни келген ұстаздың өсуіне ықпал ететін, балалардың өзін жақсы сезінуіне ықпал ететін жағымды орта қағидаты деп есептеймін. Енді ол 20-ға жетсем бе, жетсем ба білмеймін, өзім ойыма түсіп жатқан. Үшінші қалыптасқан нәрсе мектептің бір ұжым болып қалыптасуы. Туған күнінен бастап бір-біріне жақсылық тілеу, бір-бірінің қуаныштарымен бөлісу, бір жанұялық, сондай бір қарым-қатынас қалыптасты деп есептеймін. Бірінің жетістігіне бірі қуану. Иә, бір-бірінің жетістігіне қуану, жан ашу, біреуі бір конкурсқа қатынасайын деп жатса, мектеп болып соны әзірлеуді, соның қуанышына бөлісу. Бұл да көп орталарда жоқ нәрсе. Ол енді бұл біздің ұжымымызда қалыптасты деп есептеймін осы уақытқа дейін. Бұл енді өзіміздің әртүрлі шараларды айтатын болсақ, бұл енді оқушыларымыздың мектептің басқарушысына араласу қағидатын айта аламын. Үнемі жиналыс жасап, ұсыныстарын білдіріп, қазір желілерден де көріп жатырмын, көшбасшыларымыз мектептің президенті Еламан қандай керемет, Мақсат Еламан өзінің бір ойын пікірін айтатын керемет балдар, яғни сол балдар мектептің басқаруына көшбасшылыққа көп балдар тартылды.
тәрбие жүйесі бойынша бір белгілі бір дағды қалыптасты. Өзіміздің кураторлар жұмысының да бір жақсы қағидаты қалыптасты деп есептеймін. Өзін-өзі басқару. Иә, өзін-өзі басқару ұйымы деп есептеймін. Енді өзіміздің күзде өткізетін әртүрлі енді табиғат аясына шығатын бір салт дәстүр, өзіміздің бір неміз бар дәстүріміз міндетті түрде қысқы уақытта, күзгі уақытта шығатын спорттық шаралар өзін-өзі басқару күні де мектепте жыл сайын өткізіліп жүрген. Сосын біздің мектепте бір қалыптасқан нәрсе ол үнемі өзгеріс енгізу, жаңашылдық. Қалай істесең, биыл мынандай болып жатыр, келесі жыл мынандай болып жатыр деп, сол жаңашылдық бір-бірін қолдау деп айттым да. Бастауыш сыныптардың өзінің бір білім сапасы жөнінен, ұйымдастыру жөнінен бір ол да бір қазір өзіміздің 6 шағын ауданында болса да ата-аналар арасында өте үлкен баға қойылады. Бір бастауыштың өзінің әдістемелік жетекшілерінің де өзінің жұмысының бір жақсы бір-біріне деген жаңа туған күндерін атап өту деген сияқты бір кез кеңестер өткізу, бір-біріне жаңа жұмысына көмектесу, тәлімгерлік біздің мектепте жақсы жолға қойылған. Жас мамандарды қабылдау, оларға ант айтқызу. Бізде енді қазір енді онлайн режимде оған қиын болып жатқан бар. Драмалық қойылымдар біздің мектепте де керемет драмалық қойылымдар. Біздер сол қойылымдар арқылы ата-аналарға жиналыстарында драмалық қойылымдар қойылу арқылы ата-аналарға өзіміздің айтқымыз келетін ойларымызды жеткізе білдік. Сол қойылымдардан жанұяның құндылығы, үлкенді сыйлау, мектепті сыйлау, оқушыға белгілі бір тәртіп беру, үйдегі ер азаматтың орны, әйел азаматтың үлкендісін ала жібін аттамау деген сияқты әрбір қойылым арқылы сонда ата-аналар жиналыстардан кейін айтатын еді. Біз көп нәрсе өзіміздің қателігімізді көріп отырмыз сіздің қойылымыңыз арқылы деп. Осы драмалық қойылымды енді қалдырмау керек, алла болса енді ары қарай жалғастыру керек. Бұл енді жан-жақты тәрбиелейтін құрал деп есептеймін. Осы мәселелер енді көптеген мәселелеріміз бар. 20-ға толды ма, толған жоқ па? Бір шамасын айтқан сияқтымын. Санап отырсақ асарлықтай негізі. Жеп кетсе енді Ажар Құтилақызы, сізді тағы да айтайын, бүгін көріп қуанышты сезімде бір ерекше сезімде болып отыр. Мына енді заманның қазіргі болып отқан талабына сай, індетке сай, мектепте карантиннің кесірінен ұстаздар бір-бірін көрмей жатыр, жаңа оқушылар бір-бірін көрмей жатыр деген секілді. Сіз енді мына біздің мектебімізден кішкене алыстап кеттіңіз. Жалпы енді көріп отқан көптеген көрермендердің ішіндегі бір сауал деп білем. Жалпы мектебіңізді сағынасыз ба? Қаншалықты сағынасыз? Келгіңіз келетін сәттері бола ма? Қалай айтуға болады? Біз сізді әлі күнге шейін, мысалы үшін кеткен кезде бәріміз біртүрлі сезімде болып қалдық, біртүрлі андай бір. Қалай баласын тастап кеткен жетімдер секілді енді не істейміз, қайда барамыз, кім басшы болады, басқа жақтан біреу келе ме деген секілді бір 130-150 мұғалімнің ішінде жоқ дегенде соның 100-інде сондай бір сұрақ болған болатын. Сол кезде бір шарасыздық, бір жағынан қуаныш бар, өзіңізді білесіз, қандай жаңағы шығармашылық кеш ұйымдастырып өзіңіз шығарып салдық, соның өзінде бір шама бір көзімізге жас алған әріптестеріміз болды, талай сізді қимай кетті. Әлі де сіз біздің мектебіміз үшін ерекше орныңыз бар. Дегенмен жоғары жаққа кетіп жатыр, көтеріліп жатырсыз. Жалпы енді мектеп жайлы айтсаңыз, 44 мектебіңіз, сіз енді бірінші орында тұратын шығар. Қандай жағдай болмасын. Сағынасыз ба жалпы? Енді осындай жұмысқа ауысып келгенде, сіз өзіңіз секілді үлкен әріптестермен жұмыс жасайсыз, мектепте 2000-даған оқушы алдарыңызда былай жүгіреді, сол сәттер көз алдыңызда бір елестеп, бір сағыныш болатын шығарсыз, сол жайлы айтып берсеңіз. Енді жаңағы сұрақтарыңыз арқылы мен кәдімгі сол мектеп кезеңіне көз алдыма келіп отыр. Бұл ең бір өзім өмір тәжірибемде қарасам, ең біріншіден жастық шағымыз, энергиямыздың көп, идеямыздың көп, сол барлық көп білімді, біліктілігімді сол 44-ші мектепке берген боламын деп ойлаймын. Әрине осы әр нәрсенің жаңағы алтынның қолда барда қадірі жоқ деп қазір әрине ең үлкен сағыныш, әрине мектепке деген жетіспейтін нәрсе әрине балдарымызда қазір енді онлайн режимде болып жатыр. Сол сәтті мен бір жұмадан кейін бе, 2 жұмадан кейін бе кездесуге шақырып мектептің ішіне кіргенде, мына балдардың көзін көргенде, балдардың күлкісін көргенде кәдімгі сезіндім.
көп ұстаздар жаңағыда айтады ғой, мектепте шаршап жүрміз, балдар тентек деген сияқты. Бұл ұстаздық мамандықтың да сол қадірі сол. Ол ең бірінші байкүне дейміз да, сәби дейміз. Жақсы бір жағымды ортада жүріп, сол балалармен бірге ұстаздар қартаймайтын да сол болар енді. Олардың күлкісін, олардың мысалдарын, олардың тентектігін қарап, содан өзіңе қаншама жақсы энергия аласыз. Енді 20 жыл бойы жаңа өзің айтқандай коридорда балалармен бірге жүргесін, мынандай кабинетке келіп отыру өте қиын екен. Әлсін-әлсін коридорға шығып жаққа қарап қоямын, сосын қайтадан келіп кабинетке отырамыз. Өте жетіспейтін нәрсе сол. Соның ішінде адамдардың қарым-қатынасы, біздің ұжымдағы жағымды орта, кәдімгі таңертең жұмысқа кіріп келе жатқанда, өз үйіне келе жатқандай да, әрбірлермен сөйлескенде қаншалықты біреуіне қатты айтып жатамыз, бірақ та біреуіне жай айтып жатамыз, бірақ та сол адамдардың саған деген көзқарасы, саған деген ниеті біздің мектепте енді ерекше. Ол енді қазір жетіспей жатыр. Сонда ғана ойлайсың, бұл мектепте жүрген шағым ең бір нақты сол жағымды ортада шын ниетпен, шын ықыласпен жүрген бір жақсы кездердің бірі екен деп сағынам. Өзімде әр уақытта ойлайтын едім, жаңағы бір шара болып жатса барайын деп, бір онымен қазір онлайн режимде болып жатыр. Енді осы алысқа сағындатпай жиі барып тұру керек деп ойлаймын. Себебі осы 5 жыл 10 жылдан кейін сол мектептердің ішіне мен тайтындай кісі азайып қалған едім. Сондықтан әрі өте сағынам, ұжымды сағынам, оқушыларымды сағынам. Көп нәрселер енді солардың маған деген бір ниеті, көзқарастар жетіспей жатады қазір. Бізге сіздің бір айқайыңыз жетіспей кетеді, кейде бір коридордан сіздің айқайыңызды естігіміз келеді. Группадан сізді құрметті әріптестер деп айтып жатқан сөзіңіз жетіспейтін деп отыр. Енді барысы ғой, ең бастысы келіп тұрыңыз, біздің шаралар ұйымдастырған кезде әрдайым келіп тұрыңыз. Сізге есігіміз айқара ашық, көргенімізге әрдайым қуанып қаламыз. Оқушыларымыз көріп ертең эфирден сізді бір тамашалап қалатынына бір мақтанып қалатын шығар. Рахмет. Енді сұхбатымыз соңына шейін таяп қалды, жалпы соңына келіп қалды. Енді кеткіміз де келмейді сіздің қасыңызда. Жалпы дәстүрге сай, ұлықтаймыз бағдарламасы. Енді осы жалпы сіз секілді осы кезге шейін дәрежеге жеткен, өзінің жолын таба білген, өзгелерге жол нұсқай білген ұстаздарды ұлықтау мақсатында ашылған бағдарлама. Енді жалпы осы бағдарлама арқылы сіз өзіңіздің бұрын істеген әріптестеріңізге, жалпы қазірде жүрген әріптестеріңізге өзіңіздің тілегіңіз болса, ұстаздар күні 20 жылдық бар биыл келіп отырған, соған байланысты өзіңіздің бір ыстық лебізіңізді айтып жіберсеңіз, мархабат. Рахмет. Құрметті енді 4-ші мектеп гимназиясының енді Дінмұхамбет Қонаев атындағы жұмысшылары, ұстаздар қауымы, оқушылар, ата-аналар, сіздерді мектебіміздің 20 жылдығымен ұстаздар күні қарсаңында құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мектебіміздің осы 20 жыл кезеңде мектепті басқарып, осы мектептің алдыңғы қатарлы мектептер болуына жұмыстандым. Менің еңбегімді, істеген істерімді бәріңіз куәсіздер. Енді алда уақытта әрине ең бірінші оқушыларымызға тілегім келеді. Мынандай қазір елімізде болып жатқан індетке байланысты ауру сырқадан бәріңіз аман болыңыздар. Қазір сіздерге барлығыңызға да қиындық болып жатқан болар. Себебі қашықтан оқыту ол енді жалпы білім алу үшін, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен қарым-қатынас жасау үшін, мектептің мұғалімдерін көзбен көру үшін ондай білім алғанға жететін нәрсе жоқ. Бірақ енді бұл сондай қауіпсіздік негізінде алынып отқан шара. Соған қарамастан әрқайсыңыз өзіңіздің жүрегіңізбен, өзіңіздің жан дүниеңізбен мен дұрыс білім алуым керекпін, осы жағдайға қарамастан деген бір тілек болсын, жақсы білім алыңыздар, дендеріңіз сау болсын, аман есен мектебімізге мұғалімдеріңізбен көрісетін күндеріңіз жақын болсын. Осы 20 жылдың ішінде сіздердің апаларыңыз, ағаларыңыз мектептің осы үлкен мәртебесін көтере білсе, сіз әрқайсыңыздың жүрегінде осы мектептің мәртебесін көтеру үшін мен не істеуім керекпін, қандай нәтиже жасауым керекпін, қандай жұмыспен айналысуым керекпін деген жаңа сұрақ болу керек. Соған жете білу керексіңдер.
олимпиададан болса да, ғылыми шаралардан, жобалардан болса да, тәрбие бағытындағы жұмыстар болса да, осы бағыттағы өздеріңіздің қызығушылықтарыңызға сай білім алып, тәрбие алып, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Енді ұстаздар қауымына әрине мектебіміздің қазір рейтингідан бестікте тұр соңғы 10 жылда. Сол рейтингіден түспеу үшін ең бірінші сіздерге дендеріңізге саулық, шығармашылық табыс, әрқайсыңыз өзіңіздің сыныбыңыздағы оқушылардың жүрегіне жол таба біліңіздер. Сол оқушылардың қандай қызығушылықтары бар, қандай шығармашылыққа бағытталған, соның кілтін таба біліңіздер. Осы оқушыларыңыздың барлық қабілеттерін аша білсеңіздер, оқушылар үлкен жетістіктерге жетеді деп есептеймін. Осы жолда ұжым болып бірлесіп, жаңалыққа құмар болып, өзіміздің мектебіміздің жаңағы айтып өткен жаңағы дәстүрлер дейміз, бір-біріне жанашу, бір-бірін қолдау. Осы қазіргі заманда ол жетіспей жатады ұжымда. Соны ары қарай жалғастырып, мектептің қалыптасқан мәдениетіне сай жоғарғы жетістіктерге жетуге бірге жұмыстарыңыздар мектеп әкімшілігімен, мектеп басшысымен, ата-аналар қауымына да мектепті қолдап жүріңіздер. Мектепке енді алла қосып барлығы ретке келетін болса, мектептегі әрбір шараға қатынасып, балаларыңызбен ұстаздарыңыздың арасындағы дәнекер бола біліңіздер. Келген 20 жылыңыз құтты болсын. Алдағы бұл да енді тарихта қалған мектептің жетістікке толы жылдары. Алдағы жылдарымызда да мектебімізде тек қана жетістіктер болсын, үлкен биіктіктер болсын, белестер болсын. Мен сырттан отырып әрине мектебімнің жетіп жатқан жетістіктері болса, әрине үнемі қуанып отырамын. Сондықтан мектеп ұжымына тек қана жақсылықтар, үлкен жеңістер, амандықтар көріскенше сау болыңыздар дегім келеді. Бәрекелді, рахмет. Ғажаптылар, сізге алдағы уақытта жоғары табыстар тілейміз. Сіз әрдайым биіктен көрінсеңіз, біз сіздің артыңыздан ізіңізді басып, сондай бір жетістіктерге жететіндей шәкірт болып жүре берейік деген тілек білдіреміз сізге. Аман жүріңіз, аман болыңыз, отбасы бақытын тілейміз сізге, қайда жүрсеңіз аман болыңыз. Бүгінгі жалпы біздің студиямызда қонақта болған арманы бөлек, талғамы басқа, адал басшы, ержүрек, өжет басшы, ұстаз, тәжірибелі ұстаз Ақжарқын Нүкетоллақызы. Ұлықтаймыз да келесі кездескенше аман сау болайық.